Жаса, жаса, қазақ тілім, жаса, жаса, ғажап түнім, баянды боп азат күнім, бағың таймаса. Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін біз сіздермен Абай Құнанбайұлының «Сегіз аяқ» атты өлеңі туралы әңгіме өрбітпекпіз. Алыстан сермеп сегіз аяқ өлеңі Абайдың 1889 жылы жазған өлеңі. Әрқайсысы 8 тармақты 25 шумақтан тұрады. Бұл қазақ өлеңіне қосқан шумақтың үлгісі. Сегіз аяқ демегі 8 жолдан қайырылған шумақтар болғандықтан айтылған. Сегіз аяқ ұлы ақынның жазушылық еңбегінің орта тұсында туған үлкен бір белдей, әрі мол, әрі бар жағынан көркем келісті шыққан зор шығарманың бірі. Бұл өлеңнің түрі де осы шаққа дейін ақын жазып келген өлеңдердің үлгісінен басқаша. Өзінен бұрын ешкім таппаған қиын ұйқасты шебер түрге Абай әдейі арнап ән де шығарады. Бұл да өлеңнің мазмұны мен мақсатына ақынның ерекше зер салғанын көрсетеді. Алғашқы өлеңге де арналған бастаудан соң Абай «Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде» деген ызалы толқын атып, аттап түскенде өзі тірлік етіп отырған бұзық ортаның дертті кескінін бейнелейді. Содан бірлік кеткенін, ел іргесі тозып бара жатқанын әшкерелей келіп, осы жаманшылықтардың себебін де айтады. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп, жеке адам үшін, тұтас қауым, халық үшін де ең қадірлі, қажеті еңбек екенін айтады. Сегіз аяқтың ішінде Абай әр жерде өз күйігін қосып отырады. Ауырмай тәнім, ауырды жаным, қаңғыртты қысты басымды деп өз ішіндегі ой толқыны, у толқыны екенін танытады. Бірақ бұл қасиетті уайым жеке бастың сыры емес. Мақсұт алыс, өмір шақ деуменен Абай халық үшін қамырық шегетінін танытады. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес дегені, немесе болмасқа болып қаратер, қорлықпен өткен қу өмір дегені, және де қайғылы ойының басынан кешетін жалғыздықты айтқан моласындай бақсының жалғыз қалдым, тап шыным деген барлық жолдар сөзбен жазылған емес, қанмен жазылған. Шумақ 5 буынды тармақтар мен 7-8 буынды тармақтардың жүйелі түрге үйлесіп араласуынан түзілген. 4 түрлі дыбыс үндестігіне негізделген үйлесім бар. Мұнда 3 және 6 тармақтар алыстан байланысады да, қалған көршілес тармақтар өзара үйлеседі. Келте тармақтарда бунақ 3 буынды және 2 буынды болып келеді. Сегіз аяқ өлеңінің алдыңғы 2 тармағында ақындық ой қорытылады. Шебер мүсінделген бұл өлең түрі қазақ поэзиясында оқшау тұрған туынды. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиюадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғау 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзің бел. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәрі ала алмас. Қиналма бекер, тілмен жақ, көңілсіз құлақ ой қолар. Жүргенге жол бос, болсайшы қол бос, талаптың дәмен татуға, білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға.
Bul emes ay mening de günüm günüme. Bergisi mınga Jöngüsü sımga El jeter zaman yok Kadirli basım Hayratlı jasım Aygay menge tavamal yok. Olmazsa bolup kara ter Aygorluk ben öt aygı ömür. Kaynaydı ganen aşıydı janen Minezlerin körgönde Jigerlen silkin hayrattan bir gün Deyip nasihat bergende Hayatsız arsız saltından Aygalıgıp da getirir ardından. Olmasın gekşel Bolsa işi köpşel Janayamay kesip kıl Orunsuz ırcan Bolumsuz kılcan Bolama devlet nasip bol. Yengbek kılsan yerin bey Toya davgarның tilim bey. Günün eben Savdanın tegin Yürönüp oylap mal izdey Adal bol baytap Adam bol maltap Kuvansan kuvan sol gezdey. Birinde azap Birin dost Körmeseňiz teň beray boz. Tamagay toktok Jumusu jokdur Azdırar adam balasın Talasıp bosqa Жау bolup tosqa Хор bolup kurup barasın. Ötürük şağım toldu oy Ökünür vaktin boldu oy. Ömekşil gözün bir жалғыз özün Bağalmay basın sandalar Bağrına tartkan sırında aytkan Sırlasın sırt aynalar. Olğanı buzuk urgar Kapısın tavayıp sen alar. Jartasqa bardım Kındaygay saldım Onan da şıktı jangırıp Estisem ünün Bilsem dep jönün Köpsüzlendim kangırıp. Bayağı jartas bir jartas Kank eter tüktau baykamaz. Attısı şapte Jayağı kaptay Hayırlıp sözdau kumuqsun İşte dert kalın Avuzdan calın Burkut gözden jaş çıksın. Küydürgün soň şıdatpay Ay koyadav meken şıdatpay. Atadan altav Anadan törtev Жалғыздық көрер жерim жоқ Ағайым бек көп Айтамын ептеп Сөзімді ұғар елім жоқ. Боласындай бақсының Жалғыз қалдым тапшының.
Енді үйге берілетін тапсырманы тыңдап алыңыздар. 8 аяқ өлеңінен үзінді жаттаңыздар. Өлеңде айтылатын мәселелер қазіргі қоғамда адамдар арасында кездесе ме? Егер кездеседі десеңіздер, мысалдар келтіріңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Ережепова Әдия Оразақынқызы. YouTube каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Зейін қойып көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.